Я солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глаз. Ассалаумағалейкум, командир братан. Қалайсыз? Біз бажамызды алып кетіпсіз ғой. Алып кеттік. Қатты керек болып отыр ма сендерге? Керек болып отыр, адам жетпей жатыр қазір. Ей, денсаулығы, салмағы бәрі келіп тұр ма? Нормально, бәрі әдемі. Братан, ол үйленген ғой ол. Жетпей жатыр, адам керек, бәрі алып кетеміз ғой. Еще жаман ұйықтайды, братан. Тәрбиелеп аламыз өзіміз, тәртіпке бағынады ол жақта. бір ай ғой да, братан, тек бір айдан кейін жібересің деп. Бір ай емес, шынысыма еркекше бір жыл служить етеді, достойный кәдімгі. Ой, мен ұйықтамайтын шығармын онда. Неге? Ау, шекарада мен бажам күзететін болса ұйқы жоқ маған. Соны айтам, опасный ғой, братан, ұйықтап болады ғой, братан. Никак жігіттер, шансы жоқ. Брат, еще ертең енеміздің 50 жас тойы еді, жібершейші. Жоқ, бір ренжімекші жігіттер. Бір өтініш бар. Сөйлесіп жіберейік онда йогуртпен. Давай, сөйлесіп Давай ал. ма? Сөйлесіп ал. Спасибо. Армия дейтін осы ма, күшті ғой? Солай неге қашады жастар? Дерсі оқышы, жып-жылы, күшті жап-жарып. Отыр ғой біздікі. Ей, бажа, Йогурт. ей, йогурт. Ей, бажа, Не болды? Ұсталып қалдым анан. Не? Көшеге шығаруға келдіңдер ма? дам шанс жоқ мына сөйлесіп жатқан жоқ. Ренжіме, вообще нөл. Нөл дейді кәдімгі. Шығармайды. Бір жыл күтеміз енді. Саған ақылымыз бар ғой. Пол жауап еш тек. Жаңа түскен келіндер ұқсап бар ғой дейді. Болды командир аға деп кірісіп кетеді. Айтқан тыңдар, андай балдар болады, біз армияда пол жумадық дейді ғой. Өтірік бәрі жуды. Бажам, сен де жудың ғой, айтшы да. Мистер Пропер болдым ғой, мен екінші атым мистер Пропер болды армияда. Мына бажам бар ғой, ас үйдің қаншайымы. Қаншайымы. Исида дейтін бар ғой, девятый ротадағы. Сол осы болды ғой армияда. Өмір жүріп шықсаң болды, бажам, серьезно. Бір жыл шыдап тұрса тек те ма? Молодец, тойға қатыспайсың, рахат. Неміздің тойына қатысып жүрді кел. Қалыңшиш, сиясыңдар ғой. Қумыш. Алмайды ғой біз армияға. Солдат.